Бәріңізге сәлем, менің атым Марина Мамакова, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз итальян тілінде апта күндерін және апта сөздеріне байланысты басқа да сөздерді, сөйлемдерді үйренетін боламыз. Сіз үшін қызықты болатынына сенімдімін. Дайын болсаңдар, кеттік. Апта күндері дегеніміз итальянша i giorni della settimana. Giorno, күн. Settimana, апта. Сөз түбірі сетті, жеті деген сөз. Lunedì, бірінші күн. Martedì, екінші күн. Mercoledì, үшінші күн. Giovedì, төртінші күн. Venerdì, бесінші күн. Sabato, сенбі. Domenica, жексенбі. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Байқаған шығарсыздар, бірінші күннен бастап бесінші күнге дейін апта күндері димен аяқталады. Екпін соңғы буынға түседі. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Ал сенбі мен жексенбі, олар аптаның соңы, итальянша fine settimana. Мында айта кетейін, апта күндері итальян тілінде әрқашанда кішкентай әріппен жазылады. Келесі аптаға байланысты сөздерді жаттап алыңыз. Ieri, кеше. Oggi, бүгін. Domani, ертең. Giorno libero, демалыс, күн. Fine settimana, аптаның соңы. Бүгін аптаның қай күні? Che giorno è oggi? Бүгін жұма. Oggi è venerdì. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Егер де сізге бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз және менің каналыма тіркеліңіз. Бәріңізге рахмет. Чао-чао.